Сәлеметсіздер балалар. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Мен Алматы облысы Алакөл ауданы Сәкен Иманасов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Саргыскаева Гүлмайраш Нұрғазиновна. Бүгін мен сіздермен қазақ тілі пәнінен 4-ші сыныпқа арналған қашықтықтан оқыту сабағын өткіземін. Сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін қорапша сұрақтарына жауап берейік. Қорапша сұрақтарына жауап бере отырып, біз сіздермен өткен білімімізді еске түсіреміз. Қорапшаның алғашқы сұрағы. Сөз таптарын ата. Мен сіздермен келісемін. Зат есім, етістік, сан есім, сын есім. Келесі сұрағы. Зат есімге тән қандай ерекшеліктер бар? Зат есім тәуелденеді, жіктеледі, септеледі. Өте жақсы жауап беріп отырсыздар. Етістіктің шақтарын атайық. Бірге ойланайық. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ болып, етістік 3 шаққа бөлінеді екен. Сын есім мағынасына қарай қалай бөлінеді? Сын есім қарсы мәндес сын есімдер, мағынасы бір-біріне жуық, айтылуы бір мағынасы әр басқа сын есімдер болады екен. Қорапшаның сұрақтарының сан есімнің түрлерін ата. Сан есім дара және күрделі болып, есептік сан есім, реттік сан есім екендігін біз білеміз. Жарайсыздар балалар, қорапшаның сұрағына толық жауап бере отырып, бүгінгі күннің тақырыбын анықтадық. Сабағымыздың тақырыбы үстеу. Үстеу сөз таптарының бірі. Сабағымыздың мақсаты бүгін үстеумен танысамыз. Үстеуді мағынасына қарай ажыратамыз. Балалар, үстеудің бейне сырын ұғыну үшін бейне фильмге назар аударайық. Аған аға, біз қайда жүрміз? Біз үстеу әлеміндеміз. Қара! Үстеу қандай сұрақтарға жауап беретінін айтсақ, қақпа ашылады екен. Мен үстеу қандай сұрақтарға жауап беретіні түгілі, өзінің не екенін білмеймін ғой. Оны мен білем. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөздерді үстеу дейміз. Мысалы, кеше, биыл, ілгері, төмен, тез, әрең. Ол қайда, қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Аға, қараңыз, қақпа ашылды. Тағы да қақпа. Бұл қақпа ашылу үшін енді үстеудің түрлерін айтуымыз керек. Мен мезгіл үстеуін, мекен үстеуін, сын қимыл үстеуін білемін. Мезгіл үстеулері іс-әрекеттің мезгілін білдіреді. Мысалы, бүгін келдім, күні бойы ойнадым. Мекен үстеулері іс-әрекеттің орнын, бағытын білдіреді. Мысалы, жоғары көтерілді, алға жылжыды. Іс-әрекеттің амалын, тәсілін, бейнесін білдіретін сөздер сын қимыл үстеуі болады. Мысалы, балаша қуанды, тез сөйледі. Жолда жан-жануарлар кездескенде әрекеттерін сипаттауымыз керек. Мынау біздің жол серігіміз. Мәссаған! О, қоян! Дана, қоян қалай қозғалады? Қоян өте шапшаң қозғалады.
қай кезде ұшады? Ақа, түнде ұшады. Айнала қараңғы болып кетті. Енді үйге қалай қайтамыз? Қорықпа, Дана. Қара, Аға, бұл не? бұл жол сілтегіш. Үйге жету үшін қайда жүреміз? Енді біз қалай қарай жүру керектігін білеміз. Балалар, біз жаңа бейнефильмнен үстеу және оның түрлерімен таныстық. Енді соны пысықтау мақсатында мынандай жол дорбалардың тапсырмасы бар екен. Әр жол дорбада үстеу түрлері мекен етеді екен. Алайда олардың сұрақтары шашырап жатқан кітаптарда бейнеленген. Кәнеки, осы сұрақтарды өз жол дорбаларына салайық. Ол үшін сәйкестендіру сызығын орналастырамыз. Сәйкестендіріп көрейік. Енді балалар, менімен тексереміз. Мезгіл үстеу. Қашан деген сұраққа жауап беріп, іс-әрекеттің мезгілін білдіреді екен. Мекен үстеу. Қайда деген сұраққа жауап береді. Сын қимыл үстеудің сұрағы қалай? Тапсырмаларыңыз дұрыс шықты деген ойдамын. Келесі тапсырмамыз, дәптерімізді ашайық. Әдемілеп отырып, бүгінгі күн ретін жазамыз. Күн ретінің астына Т әрпінің бас әрпін және кіші әрпін жазайық. Ол жолдың астына төменде, тал түсте, тез сөздерін әдемілеп отырып жазамыз. Жазу барысында кеудемізді көтеріп, денемізді тік ұстаймыз. Енді дәптерімізге төмендегі жаттығуды жазайық. Жаттығу орындау барысында дескрипторға басшылық қаламыз. Сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Үстеулердің түрін анықтаймыз және оларға сұрақ қоямыз. Іске сәт. Балалар, бүгінгі сабақта алған білімімізді бекітейік. Қайталайық. Үстеу. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөздерді үстеу дейміз. Ол қайда, қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үкі түнде ұшады. Олар оңға бұрылды. Қоян шапшаң қозғалады. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты үстеумен танысу. Танысалдық па үстеумен? Таныстық. Үстеуді мағынасына қарай ажырату. Және сұрақ қоя отырып, үстеуді мағынасына қарай ажырата білдік. Үйге тапсырма. Үстеу түрлерін қатыстырып, 3 сөйлем құраймыз. Сөйлем құрау барысында дескрипторды басшылық қаламыз. Балалар, бүгін біз сіздермен сабақ барысында алған білімімізді мына тұрған пойызға отырғызайық. Пойыздың бірінші вагонына сабақта берілген материалды өте жақсы меңгерген оқушылар отырады. Екінші вагонға сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында қателіктер жіберген оқушылар отырады. Ал үшінші вагонға сабақта түсініксіз болған оқушылар отырады. Мен сіздердің барлықтарыңыз бірінші вагонға отырады деген сенімдемін. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.